Ауғанстан жүрегімнің жарасы. Болмасын соғыс болмасын, басыңа түссе олдасын. Кеңпейіл дархан халқымды Құдайым өзі қолдасын. Адам бойында үрей туғызатын соғыс зардабы заманымыздың әр кезеңінде қайталанып отырады. Армысыздар ауғандық жауынгерлер, жырым бар жараланған жанымды емдер, өлгендерің жәннатта болсын жаны, тірілерің мың жасар дәуірлендер. Ерлік қылған ағаларым аспан асты жер үсті, біз сәндікке кимегенбіз шалбар менен бөрікті, отан ана алдындағы өтейміз деп борышты, аттандыңдар атқардыңдар соғысты. Елімізде жыл сайын атап өтетін ақпан айының 15-ші жұлдызы кеңес әскерлерінің ауған жерінен шығарылған күні. Оққа түсіп кеуденді, ерлігінді, өрлігінді ер көрді. Бірге аттанған бауырларын жер жастанды, жерленді, жебейді олар әруағымен сендерді. Аналардың көл боп аққан көз жасы, жетім жесір тағдырларын ойлашы. Сол күндерді көрмесін бұл халқымыз, елі үшін құрбан болған ербасы. Өтер жылдап, алқыптағы алыстап, тағдыр талай тауқыметін табыстар, өздеріңді жырлап өтер ұрпағын, ауғандағы азап шеккен арыстар. Ауғанның асуынан от кешкендер, ауған ақиқаты тарих беттерінде мәңгі қалады. Назарларыңызға рахмет.